Астанада тұңғыш рет қалқанша безіндегі ісікке кесір тілігінсіз операция жасалды. Бұл әдіс бойынша арнайы аспап қолтық астынан өткізіліп, эндоскопиялық құрылғының көмегімен ісікті алады. Яғни отадан соң науқастың мойнында ешқандай із қалмайды. Емдеудің тың тәсілін отандық мамандар Оңтүстік Кореяның білікті дәрігерлерімен бірлесіп игеруде. Жоспар бойынша мұндай операция 5 адамға жасалады. Маңғыстаудан келген Лилия Базарбайқызы қалқанша безінде ісік бар деп ойламады. Екінші дәрежеге асқынғанда бірақ білді. Дәрігерлер аурудың бір ғана емі операция деп отыр. Сырқаты сыр берген емделуші денсаулыққа салғырттық танытпау керектігін айтады. Аяқ астынан осындай ісік дәрежесіне, осындай үлкен размерге жеткізбей ісікті алдын алу процестерін жүргізуге мен шақырамын азаматтарды. Себебі бұл диагноз осындай баяу жүретін және білдіртпейтін диагноз. Қазақстан қалқанша безінің қасіретін шегіп отырған ел. 14 облыстың 11-інде йод жетіспейді, өйткені мұхиттан алыс. Ал бұл ауру йод тапшылығымен тікелей байланысты. Соның салдарынан жылына 500-ге жуық адам қалқанша без ісігіне шалдығатын анықталған. Енді жаңа әдіс бездегі қатерлі және қатерсіз ісікті тіліксіз жойып, онкологиялық ауруды алдын алуға мүмкіндік береді. Прежде всего косметические. Егер тілу арқылы жасалса, науқастың стационарда болуы, антибиотик дәрілер ішуі, кескен жерді таңу жұмыстарына біраз шығын жұмсалады. Ал бұл операцияда ол жағы үнемді. Ең бастысы, адам айлап, жылдап, ауруханада жатпайды. Сонымен Астанада жасалған алғашқы отада аяқталды. Мамандар кесіп тілмей-ақ қолтық асты арқылы бездегі ісікті небар 30-40 минутта алып тастады. Енді емделуші көптегенде 2 күннен соң үйге шығады. Бүгінгі науқасқа жасалған ота сәтті өтті. Біз Қазақстанның құрылғыларын қолдандық. Қолайлы екен. Ендігі кезекте дәрігерлер үйреніп алса болғаны. Кореялық әріптестерінен сабақ алған отандық мамандар алдағы уақытта өзге өңірлердің дәрігерлерін үйретуге бекініп отыр. Бұл жер-жердегі дертіне дәрі іздеген науқастардың аурудан айығуына жол ашпақ. Раушан Сайлауқызы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.